Биыл 3000 әскери міндетті азамат оқу жаттығу жиынына шақырылады. Бұл туралы елдің қорғаныс министрлігі хабарлады. Ведомство таратқан ақпарға сүйенсек, жиынға қатысушыларды жергілікті әскери басқару органдары қарулы күштердің қажеттілігіне қарай іріктейді екен. Бұл ретте азаматтың әскери мамандығы, денсаулық жағдайы және заңда белгіленген өзгенде талаптары ескерілетінін еске саламыз. Аталған оқу-жаттығу азаматтардың әскери даярлығын жетілдіру, тәжірибелік дағдыларын жаңарту мен заманауи қару-жарақты техниканы меңгеру мақсатында өткізілмек. Ал шақырту алған әскери міндетті азамат белгіленген уақытта келмесе, 5 айлық есептік көрсеткіш, яғни 21625 теңге көлемінде айыппұл арқалайды. Айта кету керек, заңға сәйкес жиынға шақырылмайтын тұлғалар да бар. Олар оқу жылы кезінде жұмыс істейтін педагогтер, күндізгі бөлімде білім алып жатқан студенттер мен кәмелетке толмаған 3 және одан көп баласы бар ата-аналар. Сондай-ақ әскери қызмет және әскери қызметшілердің мәртебесі туралы заңда көрсетілген өзге де санаттағы азаматтар бұл оқу-жаттығудан босатылады. Жалпы оқу-жаттығу 1 айға созылады. Осы аралықта азаматтар тамақ, киім, медициналық қызметпен қамтылады. Оқу-жаттығу кезінде жұмыс орны сақталады, жалақы төленеді. Ал жұмыссыздарға ең төменгі жалақы беріледі. Бұл уақыт еңбек өтіліне қосылады.